Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздерге өте дәмді палаудың рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай етімізді қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Содан соң сәбізімізді, пиязымызды барлығын турап аламыз. Енді әркім жасалу жолы әртүрлі жасайды. Біреулер пиязды қуырып алады бірінші, содан соң барып етті салады дегенде, мен бұл жерде үнемі жасаймын осылай. Бірінші мен етті қуырып аламын. Содан соң барып үстіне пияз саламыз. Сонда цветі әдемі болып шығады. Етіміз жақсылап қуырылғанша сәбізімізді турап аламыз. Содан соң пиязымызды турап үстіне салатын боламыз. Пиязы көптеу болғаны дұрыс, дәмі әдемі болады. Сол себепті пиязын көптеу саламыз. Араластырып жібереміз. Қуырып жатқан кезде үстіне тұз саламыз. Цветі осылай болып шықты. Содан соң сәбізімізді салатын боламыз. Және араластырамыз. Бетін жауып кішкене қуырып аламыз. Содан соң күрішімізді дайындап қоямыз. Бұл жерде мен 2 кесе өлшеп салдым. 2 кесеміз 2 леген болып шығады. Күрішімізді жуып, суымыз қайнағанға шейін дайындап қоямыз. Біреулер суда ыстайды, мен суын сразу жуып төгіп тастаймын. Міне осылай болды. Енді суын құйып, бетін жауып қоямыз. 2 кесе жаңағы күрішті өлшеген кесеммен 2 кесе су құямын. Бірге бір құямыз суын. Міне уже бір қайнап шықты. Күрішімізді саламыз. Чеснокты бүтіндей салсаңыздар да болады. Менде осы 2-3 тіше болғандықтан осыны ғана салдым. Енді үстіне кинза, зіре қоссаңыздар болады. Мен зіре салдым. Енді суын тартылғанша қайнатып аламыз. Міне суы тартылды. Осылай күрішімізді әдемілеп жинап, үстін кішкене әр жерінен тесіп қоямыз.
бұқтырып қоямыз күрішімізді. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі палау шығайын деп тұр. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осымен тамағымыз дайын, ас болсын.